А3 минус 2 минус 4 нүктесінен XOY жазықтығына дейінгі және А нүктесінен XOY XOZ жазықтығына дейінгі ара қашықтықтарының қосындысын табыңыз. Бұл есепті жақсы түсіну үшін мына бөлменің бұрышы деп қарастырайықшы. Мына бөлменің бұрышы. Кішкентай бала бұрышқа тұрғызып қояды ғой, бүйтіп бала бұрышқа қарап тұрады ғой. Сол сияқты қарайтын болсақ, солай оңай болады. Мына бізде X осі болсын, мынау бізде Y осі болсын, мынау бізде Z осі болсын. Сонда A3 дегеніміз бірінші X 1, 2, 3. Міне 3. Y минус 2 деген, о демек мына төмен түседі. Минус 1, минус 2. Міне минус 2. Мына нүкте бізде 3-те минус 2. Кәдімгі математика бойынша. Z деген минус 4. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Сонда ол мына нүкте болып табылады ғой. Мынаған мен бүйтіп параллель жүргіземін да. Мына нүкте болып табылады. Бұл жерде мынандай тік төртбұрыштың суретін салсақ болады. Міне мынау 3-те былай. Мына нүкте. Мына нүкте. Сонымен қатар мына екеуін қосам. Мына кірпіш шығады, мынандай кірпіштің суреті шығады. Сонда мінекей, бағана бөлменің бұрышы болса, мынау қабырғаның ар жағына өтіп кетті ғой. Мына нүкте. А нүктесі осы болады. Міне 3-те, минус 2-де, минус 4-те. Енді қарап тұрсақ, X мына нүкте, XOY жазықтығы деген мына қабырға ғой. Оға дейінгі қашықтықты Z береді да. Яғни модуль Z береді. Өйткені Z минус 4, бізде сонда ол 4-ке тең. Ал XOZ жазықтығынан нүктеге дейін қашықтықты оны Y береді. Яғни қайсысы жоқ, сол береді ғой. Мұнда Z жоқ па, Z береді. Y жоқ па, Y береді. Y бізде минус 2 тең болады 2. Ара қашықтығын біз модулін алу. Сөйтіп 4-ке 2-ні қосқан кезде 6 шығады. Бұл есептің жауабы 6. Міне Д жауабы болады 6.